Әділет рухани жаңғыру газеті редакциясы Шымкент қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Әбдіманап Төлепбаевпен кездесіп, аймақтың эпид ахуалын талқылады. Халыққа айтарымыз, жұқпалы дертті болдырмаудың бірден бір бағыты вакцинациялау. Сондықтан екпе егуге көңіл бөлсеңіздер деген ұсыныстарымыз бар, дейді қаланың бас мемлекеттік санитары. Сондай-ақ Әбдіманап Төлепбаев қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтады. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, құрметті біздің Шымкент қаласының қадірменді қонақтары, 13 желтоқсандағы 5 жағдай тіркелгенін және оның ішіндегі симптоммен 4-еу, симптомсыз 1-еу, 18 жасқа дейінгі балалар арасында жағдай тіркелген жоқ. Ковид аурушаңдығының бір күнде сауығып шыққандардың қазір өткен күнге жоқ. Атқарылып жатқан іс-шаралардың арқасында оның бірден бір бағыты қазіргі вакцинация. Сол вакцинацияның арқасында осы аурушаңдықтың төмендеу жағдайларына біз қазір көңіл бөлсеңіздер деген ұсыныстарымыз бар. Себебі қазір біздің өзіміздің қаламыздағы қоғамдық иммунитет пайда болдыру үшін 596.205 адамды біздер егуіміз тиіспіз. Сол бірінші, екінші компонент егілген кезде біздің Шымкент қаласындағы 60% адамның вакцинацияланған болып есептелінеді, және де сол вакцинацияланған кезде біздің қоғамдық иммунитетіміз пайда болады деген біздің ғалымдардың тұжырымдары бар. И қоғамдық иммунитет деген ол осы ковид аурушаңдығын ары қарай түбегейлі жою деген сөз емес. Ол деген сөз мысалы вакцинация алған кезде алған адамдардың арасындағы егер жұқтырған жағдайында да болса да ол жеңіл түрде жаңағы өлім жетімсіз өтуі мүмкін. Соны дәлелдеп отыр қазір көптеген жаздағы 3-ші толқында біздер байқадық. Вакцинация алған мен вакцинация алмағандардың жағдайлары, аурушаңдық жағдайы әртүрлі деңгейде өтіп жатты. Ол вакцинация алмаған аурулардың көбісі асқынумен жаңағы өлім жеті, енді айтқан жерден аулақ өлім жетімен аяқталған жайлары да бар. Сол себепті мынау халыққа айтатынымыз, осы вакцинацияны қазір біздің елімізде бізге тегін вакцина беріп тұрған кезде қазір максималды түрде біздер осы вакцина алуымыз керек. Қазір өздеріңіз білесіздер, соңғы талаптар бойынша біздер мынау ақш елінен Pfizer вакцинасы алып келінді. Ол негізі 3 бағытта қазіргі таңда қолданып жатыр. Ол екіқабат әйелдер, емізулі әйелдер, және де 12 жастан 18 жасқа дейінгі балалардың арасында, жасөспірімдердің арасында салынып жатыр қазір. Бүгінгі таңға қазір Pfizer вакцинациясын 9.000-ға жуық адам бізде бірінші компонентін алды. 1200-дей уже өзінің мерзімі келгеннен кейін оның екінші компонентін алуға уже кірісті. Сол себепті мынау тұрғындарға мынау айтатынымыз, мынау осы вакцинациямен осы аурушаңдықты бірден бір көзі ретінде жеңудің соған сіздерді шақырамын. И өздеріңіз болса да, тума-туыстарыңыз болса да, үйдегі отбасыларыңыз болатын болса, соның бәрі вакцинациялануы тиіс. Шымкент қаласындағы жағдай қазір енді тұрақты, бірқалыпты тұрақты деп айтуға болады. Бірақ біздің көршілерімізде естіп жаңа штамм шықты қазір. Омикрон деген. И сол омикрон штаммының жұғу көзі тез. Бізге осы күнге дейін болған дельта штаммға қарағанда оның жаңағы халық арасында тез таралуы ерекшеленеді, тез таралуымен. Енді біздің қазір осы Шымкент қаласынан біз секвенирование дейді, жаңағы оның түріне ұқсастығына біздер республикалық санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің референс лабораториясы бар, сол жерге жібердік. Ол жерден бізге әлі олардың қазір толық жауабы келген жоқ. Дегенмен Қазақстанда омикрон штаммы әлі тіркелген жоқ. Бірақ қазір тіркелген елдер бар. Осы 16 ел, қазір осы дүние жүзіндегі сол 16 елдерден келген адамдардың оқшаулау, өз-өзіне карантин жариялау, сол жерге барып келген туристер бар, сапармен барған адамдар бар. Соның барлығы жіті бақылауда.
аэропорттан осы әуежайдан түскен бойда олардың аты жөні, тегі, барлығы тұратын тұрғылықты жердің барлығы анықталып, ол кісілерден жаңағы тілхат алынып, соңғы біздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес үй карантинде болуларын ол кісілерден талап етіп сұранып жатырмыз. Жалпы бүгінгі күнге Шымкент қаласында мониторинг топтарының жұмысы барысында біздің басқармаларға берген баян хаттар бойынша мынау карантин режимін бұзған объектілерге 2739 жауапты тұлға бойынша әкімшілік шаралар қолданылды. Жалпы салынған айыппұлдың сомасы 183 миллион асып отыр бүгінгі күнге. Және мынау үйлестіру орталығынан келген жедел хабарламаларға сәйкес осы карантин талаптарын жиі бұзатын мынау қоғам тамақтану орындары бойынша әсіресе келген осы шұғыл хабарламаларға сәйкес тағы да әкімшілік шаралар қолданылуда. Оның ішінде сот арқылы жұмыстарын тоқтату бойынша да жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі күнге 22 нысанның жұмысы уақытша тоқтатылды. Одан бөлек мынау ашық жобасы бойынша да жұмыстар атқарылып жатыр. Біздің күнделікті ақпараттық жүйеден түсетін выгрузкадан мәліметіне сәйкес біздің Шымкент қаласы бойынша жалпы 2874 адам анықталып отыр. Оның ішінде 2138-і бұл қызыл статуспен анықталып отыр, ал 736-сы сары статуспен анықталып отыр. Жалпы осы қызыл және сары статуспен анықталған азаматтар негізі 14 күндік үй карантинін сақтап, олар үйлерінен шықпай, қоршаған ортаға қауіп төндірмеуі тиіс еді. Сондықтан бұл азаматтарға ескертілді. Сары статуспен анықталған азаматтарға осы санитариялық эпидемиологиялық талаптарды, санитариялық профилактикалық шараларды орындау жөнінде қаулы шығарылды. Ал қызыл статуспен анықталған азаматтарға әкімшілік құқық бұзушылықтар кодекске талаптарына сәйкес әкімшілік шаралар қолданылды. Бүгінгі күнге 680 азаматқа әкімшілік шара қолданылып отыр. Бұл дегеніміз жеке тұлға ретінде 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Бірақ бұл кісілерге 7 тәуліктің ішінде төлеген жағдайда осы салынған айыппұлдың жартысын төлеуге мүмкіндік беріледі. Бүгінгі күнге 30 миллионға теңгеге жуық айыппұл салынды. Сондықтан Шымкент қаласының тұрғындары сіздерден сұранатынымыз осы өздеріңізде қызыл мәртебе немесе сары мәртебе анықталған жағдайда 14 күндік үй карантинін сақтап, қоғамдық орындарға бармай, үйлеріңізде отыруларыңызды сұраймыз. Және қоғамға қауіп төндірмеулеріңізді сұраймыз. Шымкент қаласында коронавирус инфекцияға қарсы 6 түрлі вакцинамен егу жүргізілуде. Соның ішінде ең халықтың арасында осал дейтін топ бізде жасөспірімдер, иммунитеттері қалыптаспаған, жүкті әйелдер, иммунитеттері қалыптасса да төмендейтін жүктілік кезінде 16-17 апталықтың аралығында. Және босанғаннан кейінгі емізулі кезеңде әйелдер иммунитеттері төмендейді. Осы егер егуді алмаған жағдайда жүкті әйелдер 70%-ке дейін коронавируспен ауыратын болса, түсік тастап өздері реанимацияға түсіп, ИВЛ аппаратпен демалып жатқан бізге мәлім екенін жақсы білеміз. Pfizer вакцинасын біздің Қазақстанға әкеліп егу себебінің бірі, біріншіден Pfizer вакцинасы әлем бойынша мойындалған, бүкілодақтық ұлттық ұйымменен мақұлданған, және осы қазіргі таңда 50%-ға дейін әлем бойынша Pfizer вакцинасының бір компонентін болса да алып, осы коронавирусқа қарсы қорғаныш иммунитетін қалыптастырып жатқан жағдайы бар. Мысал үшін бізде 7000 балаға дейін 12 жас пен 18 жасты балалардың арасында Pfizer вакцинасын салдырдық. Ол балалардың арасында вакцина салған кейін ешқандай вакцинадан кейінгі жағымсыз әсерлер болған жоқ. Бәрі дені сау вакцинаны салып, енді 15 қарашадан бері қарай 21-28 күн арасында екінші компонентті салдыру басталды. Дәл солай жүкті әйелдерде салдырып жатыр, емізілі әйелдерде салдырып жатыр, ешкімде ондай жағымсыз әрекеттер болған жоқ. Бұл вакцинаның бір ерекшелігі, Pfizer вакцина ерекшелігі, ол жоғары сұйықтық тізбекті сақтау керек. Яғни -60 пен -90 градусқа шейін сақтау қажет болғандықтан, оны арнайы мұздатқыштар әкеліп,
соны сақтайды. Бірақ адамға салатын кезде ол ертіліп +2 +8 градуста кәдімгі медициналық тоңазытқышта сақталады. Вакцинацияны жүргізетін адамдар арнайы оқудан өткен, рұқсатты алған, және де бұл вакцинацияны жасаған кезде коронавирусқа қарсы әр адамның өзінің еркімен, ақпараттық жазбаша түрде келісімменен вакцинацияны жүргізеді. Ал балаларға ата-аналарының рұқсатымен немесе заңды өкілдерінің рұқсатымен жазылып жатыр. Осы біздің санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің ұжымының атынан және де мына біздің әрбір қызметкерлеріміздің атынан сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні игілік пен бақыт, бақ-дәулет ырыс тілейміз. Ауырмаңыздар. Осы мынау індетті сіз болып, біз болып бәріміз жоюға атсалысыңыздар. Мынау алдымызда деген біздің елімізде үлкен жақсы замандар алда. Сол себепті мынау қазіргі кішігірім жағдайға дұрыс көңіл бөліп, өз отбасыларыңызды сақтауға, көршіңізді, ағайыныңызды, тумаңызды сақтауға атсалысасыздар деп сенеміз. Осы келген мейрамымыз құтты болсын, тәуелсіз тұғырымыз мықты болсын. Рахмет.